Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Гулек, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге үй жағдайында өте дәмді және қытырлақ болып шығатын KFC-ді дайындаймын. Тауық қанаттарынан дайындайтын боламын. Алдымен тауық қанаттарының бас жақтарын кесіп аламыз. Қанаттарды маринадтауды бастаймыз. Алдымен кептірілген сарымсақ қосамыз. Содан соң паприка себеміз. Дәміне қарай қызылбұрыш қосасыздар. Қызылбұрышты қоспауға да болады. Және тауық етіне арналған дәмдеуіш қосамыз. Және дәміне қарай тұз қосасыздар. Негізінде тұзды көптеу қосқан жақсы. Ең соңынан салқын суды бетінен асырып құямыз да 4-5 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Дайын болған қанаттарымызды қуыру үшін алдымен жұмыртқа, ұн, панировочный сухари қажет болады. Мен аскөк араласқан түрін қостым. Сырты осындай болады. Суынан жақсылап сорықтырып аламыз да ұнға былғаймыз. Одан соң жұмыртқаға саламыз. Одан соң панировочный сухариға аунатамыз. Барлығын тарелкаға жинап аламыз. Дайын болған тауық қанаттарын қызып тұрған майға салып, жақсылап қуырамыз. Жақсылап қызарған тауық қанаттарын осындай қағаз сүлгіге салып, майынан сорықтырамыз. Үй жағдайында дайындалған біздің KFC-міз дайын болып қалды. Иісі өте керемет, қытырлақ болып шықты. Міне, біздің KFC-міз осындай болып шықты. Иісі өте керемет, жып-жұмсақ. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай дайындалады. Назар аударғандарыңызға рахмет, ас болсын.